Абай Құнанбаев 34 сөз. Жұрттың бәрі білет өлетұғынын және өлім үнем қартайтып келмейтұғынын, бір алғанды қайта жібермейтұғынын. Қазақ осыған да амал жоқ нанады. Анық өз ойына ақылына тексертіп нанбайды. Және әммәні жаратқан Құдай бар, ақиретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыру да жарылқауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіру де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де анық ақиқат көзі жетіп ден қойып ұйып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісі уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, онда неге сендіре аламыз, оны қайтып түзете аламыз. Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кім ақиретте де дүниеден де қор болмаймын десе білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды, екі ынтық құмарлық бірдей болмайды, екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ақирет қайғысынан, ақирет қуанышынан артық? Егер де екі нәрсе болса, бірі ақиретте керекті, бірі оны дүниеде керекті, бірін алса, бірі тимейтін болса, сонда біреу ақиретке керектіні алмай, екінші кез келгенде алармын деп жоқ. Егер кез келмейтұғын болса, кең Құдай өзі кеңшілікпен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп болмас деп дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын біресе ақиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ақиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, махшарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупің, екі дүниенің жақсылығына, рахатың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алар па, лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, аз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына лайығы бар ма? Екі сөздің басын қосарлық не ақылы, не қылымы жоқ. Тура өзімдікін жөн қыламын деп, құр өй тәйір-ай деп таласа бергеннің несі сөз, оның несі адам? Абай Құнанбаев 35 сөз. Махшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіттерді қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат, құрмет алмақ үшін, қажы болмақ үшін, қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ақиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған. Сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл сұрау беріңдер.
мал бердім, өмір бердім, не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ақиретті ұстап ден ниетің дүниеге тұрып жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар деп. Әне шын ниетімен орнын тауып бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді: сендер бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер, мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар дейді. Дайын, кіріңдер. Һәм ол разылықтарының басқа осы махшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп ынтық болған достарың табылса шапағат қылыңдар деп